Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздерге барбадос сиробынан лимонад жасауды үйретемін. Киви лайм дәмімен. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналыма жазылып алыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір ұшты кивимізді майдалап төртбұрыштап турап кувшинға саламыз. Және де үстінен 1 тілім лимон, 3 тілім апельсинді қосамыз. Одан кейін үстінен мятамызды қосамыз. Қазақша жалбыз деп аталады. Ары қарай киви лайм сиробын алып, үстінен құямыз. Одан кейін екінші кивимізді алып, оны домалақтап кесіп аласыздар да саламыз. Осылайына мен 4 тілімін қостым. 3 или 4 тілімін қоссаңыздар болады. Енді үстінен салқындатылған сарағашымызды құямыз. Енді лимонадымызды жақсылап араластырамыз. Сиробы біркелкі болғанша. Достар, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген сіздерге керек рецепттер бар. Осымен біздің лимонадымыз дайын болды. Киви лайм дәмімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Келген қонақтарыңыз сүйсініп ішеді. Және де сіздердің отбасыларыңызға да ұнайды. Балаларыңыз сүйсініп тұрып ішетін болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздердің әр жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Сонымен қатар менің каналымда басқа да лимонад жасау түрлері бар. Жасап ішіп көріңіздер. Қош сау болыңыздар.